Алматыда 41 тобының студенті Байсалбаева Мәншүк табиғаттағы еңбек. Екінші кіші топ мақсаты балалардың табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттыру, оған қамқор болуға тәрбиелеу. Түсіндіру, көрсету жұмыстары. Қара бұл бізде мынау бүлдірген болып мынау бүлдірген жапырақтары, мынау оның гүлдері, мынау жемістің өзі, яғни бүлдірген. Бұл жерде біз егерде қазір далаға шығамыз, сол кезде жақсылап оны қопарсақ, топырағын қопарып, оны су құйғаннан кейін бізде ол бірнеше күннен кейін міне мындай бүлдірген береді бізге. Жақсы ма? Түсіндің ба менің? Еңбек барысы. Алдымен қопсытып аламыз, иә? Ақырында былай істемей-ақ, осылай ақырындап істе. Істе. Солғымен? Аха, кәне істе. Істе. Ақырын, ақырын. Тағы да істе, тағы да. Әдемілеп қопсытамыз. Ақырын, аха. Істе. Енді суарамыз, кәне маған бер. Енді суарамыз, кәне көтер. Аха, көтер. Аха, әдемілеп суар. Аха. Жарайсың. Аха. Мектеп жасына дейінгі балалардың пайдалы еңбекке қызығушылығын ояту, белгілі бір еңбек тәртібіне тәрбиелеу, еңбекті өздігімен жасауға, орындауға, бағалауға үйрету басты міндеттеріміздің бірі болып табылады. Мектеп жасына дейінгі кезеңде еңбекті дұрыс ұйымдастыру, баланы жүйелі түрде еңбекке баулудың, еңбек дағдыларына үйретудің алғашқы қадамы. Өз қолымен жасаған еңбегіне қуаныш, мақтаныш сезімін, оған қызығушылығын тәрбиелеп, жағымды көзқарас тудырғанымыз жөн. Назарларыңызға рахмет.